Ойпыр-ой, далада жатып мынадай әдемі оюдың видео монтажын жасай қойайын десең, мына бір шегірткелер мазаңды ала береді ғой шиқылдап. Құрсын не болса да жасайын деп кірістім енді. Осыдан әдемі бір ою шығады. Осылай әдемі 30-да 30 қылып қырқып жасасаңыздар. Мен бұл оюды лазермен қырқам айтпақшы. Егер де сіздер де лазермен қырықтыратын болсаңыздар, міндетті түрде паутинкасын апарыңыздар қасына, өйткені паутинкасын астына қояды да, матаңызды үстіне қойып, сразу қырқып бергенде ыстықпен паутинкаңыз жабысып қалады. Сонда бір оқпен екі қоянды атқандай сезімде болып, рахаттанып қайтасыздар үйге. Сонымен не керек, мен осындай оюды зигзаг машинкасымен зіңгілдетіп тігіп тастадым ғой. Сонымен өте әдемі ою шықты. Мына қараңыздар, тігісі қандай әдемі. Сіздер де қалыспай менімен бірге тігіңіздер. Мен сіздерді өз каналыма асыға күтетін болам. Сау болыңыздар.